Өзіміздің Гаухар Әлімбегі жерлесім Жетісайдық жерлесіп өзіміз әпкеміз, әпшеміз ғой. Бір-екі күн бұрын сөйлесіп, 2 күннен кейін осындай жағдайды естіген кезде мен қатты шыны керек. Кішкене көңілім бәсеңсіп қалды. Басына осындай душар бір сынақ түскен кезде қатты қайғырған болды. Бостандыққа шыққан кезде мен көңілім тыныш. Шыны керек, келген сайын қуанышым қойныма сыймай тұрады. Бірден Ханзада тобы жабылды да Мұхтар Ханзада пайда болды. Бұл қалай? Дуэт қайда? Жігіттер квартетімен Заттыбек ағамызбен Көпбосынұлы. Одан кейін Еркесім ағамен дуэт болды. Бірақ енді ол ешқандай ұрыс керіс болған жоқ арамызда. Қарсыласпаймын. Білмей ұят қалғанша бір-бір күлкіге қалды дейді. 1-2 жылдай жұмыс жасау керек сияқты. Концертке келіңізші, бізге деген сұраныстар көбейіп кетті. 1-2 өлең айтып кетпесең, мына халық жұрда көңілі кішкене бәсеңсіп баратыр. Мен жеке паспорт шаршамай деген әнім. Еңбегіңді ақтап барғаннан кейін барып берсең, бұл өте бір бағалы дүние нәрсе да бұл. Есенсіз бе көрермен, эфирде сұхбат тайм бағдарламасы, оның жүргізушісі мен Орал Камал. Бағдарламаның кезекті саны қонақта әнші Мұхтар Ханзада. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортадай. Қош келдіңіз, Мұхтар аға. Қош көрдік. Жалпы көңіл күйіңіз қалай? Концерт алдындағы. Көңіл күй өте керемет. Мен өзім шырқап жүргендей шаршамаймын. Жетісайға қош келдіңіз. Жетісай мен әрине туған жерім, сондықтан да Жетісай мен үшін өте ыстық, жер жанат Жетісай деп жүрген жерімде айтып жүретін жерім. Сондықтан да бұл жерге әрқашан келген сайын қуанышым қойныма сыймай тұрады. Көрерменді қызықтыратын сұрақ оңтүстік өңірін. Ханзада дуэті пайда болды. Бірден Ханзада тобы жабылды да Мұхтар Ханзада пайда болды. Бұл қалай? Дуэт қайда? Бұл қасыңыздағы партнер қайда? Қасымдағы жігіт бұл Шымкенттік жігіті Мұқан Абдықасым деген. Екеуміз шыны керек 3,5 жылдай көлемде бірге жұмыс жасадық, топ құрдық. 45-тей жуық ән жаздық. Оның ішінде Тамара Сармен дуэт болды. Жігіттер квартетімен Заттыбек ағамызбен Көпбосынұлы. Одан кейін Еркесім ағамен дуэт болды. Көптеген әндер жаздық, шығармашылық 6 бейнебаян түсірдік. Шыны керек енді 50 жылда ел жаңарады дейді, бірақ енді ол ешқандай ұрыс керіс болған жоқ арамызда. Топта екеуміздің келісіміміз бойынша жеке жұмыс жасап көрейік, жеке шығармашылықпен де айналысайық деп екі жаққа бөлінген жайымыз бар. Дуэт кезінде продюсер болмады ма сонда? Болды, Жан Мұханов деген кісі, осы Ханзада деген есімді сол Жан Мұханов сонда договор болған жоқ, контракт. Договор болды 3 жылға дейін деп, бірақ 3 жыл сол договорымыз бітті. Қазір таңда продюсер кім? Қазір таңда Айтбай Бекет деген өзім бауырым. Сол продюсерім, директорым, барлық ақылдасатын кеңесшім де сол бауырым өзім. Жалпы тыңдарманның, көрерменнің пікірі, сыны сіз үшін қаншалықты маңызды? Оған қалай қарайсыз? Көрерменнің пікірі әрқашан мен қабылдап отырам. Интернет желісіне де жазып жатады. Барлық жерден оқып, қате жерлерімді айтады ғой. Білмей ұят қалғанша бір-бір күлкіге қалды дейді. Сондықтан да бұл сөзді маған сынды айтқанды өте жақсы көремін. Инстаграм желісіндегі комментарийлер дейміз ғой, пікірлер. Сізде командаңыз үздік. Өзім байқап отырамын. Сондағы негатив комментарийлерге атап өтіңізші. Мынандай менде бір үздік негативті комментарийлер болып жатты деп атап айтқанда бар ма? Негативті дегенде ондай комментарий әлі көрген жоқпын, шыны керек. Маған болған жоқ, ондай байқаған жоқпын. Өйткені мен интернет желісімді, Инстаграм дейді қазір таңда, мен өзім ұстамаймын. Мен қазір шыны керек қасымда 10-ға жуық, 15-ше жуық адам жұмыс жасайды. Бір өзіңізде? Бір өзімде. Мұхтар Ханзада медиа групп деген өзіміздің группамыз бар. Соның ең главный өзі Мұхтар Ханзада болса, соның артында қаншама адамдар бар. Сондықтан да ол жаңағы директорым бар, бауырларым бар, Инстаграм желілерін солар жүргізеді. Әп әдемі, сүп сүйкімді, красавчик Мұхтар Ханзада қалай күтінеді? Шыны керек ол күтіну жағында өте қатты мән берем. Адам негізі күніне 3 нәрсеге қатты көңіл бөлу керек. Адам өзіне, әдемі киініп жүруіне, өзіне қатты көңіл бөлу керек. Жүріс-тұрысына, жейтін асына дейін жақсы көңіл бөлу керек. Одан кейін отбасына, одан кейін жұмысына. Күнделікті өмірде телефоннан бөлек не алып жүресіз қолыңызда? Телефоннан бөлек жаныңызда қалмайтын. Қазіргі таңда енді көзілдірік сағатым бар. Өзімен бірге жүретін. Әшекейлерім бар, өзім жаңағы Ханзадаға лайықты өзім жаңағыдай шығыс стиліндегі әндер орындағаннан кейін мен
бұндай киімдерді әшекейлерді керек етеді, сондықтан да өзіммен бірге алып жүремін. Бірақ енді ол қалта телефон ол жүреді енді, тастамаймын. Қазір жасыңыз қаншада? Жасым менің 29-дан. 29. Отбасыңызға тоқталып өтіңізші. Үйлендіңіз, бала шаға? Жоқ, әлі бойдақпын. Бұйырса, енді әр пенденің тағдырында әртүрлі нәрсе болады. Бұйырса, енді пенденің, әр жігіттің арманы үйленіп, үй болу деген. Бала шаға сүю барлығымыздың арманымыз. Сондықтан да бұйырса, үйлене саламыз, хабарлаймыз. 29 жыл ішінде Мұхтар Ханзаданың өмірінде бір әттеген ай деп бір өкінген сәт. Ешқандай өкініш болған жоқ. Мен өкінбеймін өмірден. Мүмкін емес. Мен өмірге бақыттымын. Бір сәт болу керек. Мүмкін бір әніңізді басқа бір әншіге алып кетуде мүмкін аранжировка жағынан болсын. Мүмкін басқа да бір отбасылық жағдайларда болсын. Жоқ, отбасы жағдайда ешқандай мінім жоқ. Аллаға шүкір, барлық ата-анам, бауырларым бәрі аман, ағайын туысқандарым, көңілім тыныш. Шыны керек, мен өзімде жан дүнием қатты мұңайып, бір қайғырып жүретін жігіт емеспін. Көңілді жүруге тырысам. Байқап тұрсаңыздар, менің репертуарым, әндерім де сондай. Иә, шаршама деген секілді. Шаршамадан басқа да тағы да көңілді әндерім бар. Мені жаңағы мерекелік кеш болсын, концерт болсын, мені былай шақырады: Мұхтар, сен келіп кетіп, сен қатысуың керексің. Бір-екі өлең айтып кетпесең, мына халық жоқта көңілі кішкене бәсеңсіп баратыр. Кішкене көңілін көтеріп кетші деген сияқты сондай бір ұсыныстар туады. Сол үшін мен өзім қуанам, осындай менің табиғатыма осындай әндер берілген үшін, табиғатым осындай әндерді сүйетіндіктен өзімнің жаңағы көңілді жүргеніме ешқандай мұңаю деген нәрсе менде жоқ, шыны керек. Мұңаймасын. Мұңаймасын, ешбір қазақ өзіңізде мұңаймаңыз. 29 жыл ішінде болған жағдайлардың бір қатты бір қуанған кезіңіз. Қуаныш әрқашан болсын. Иә. Әрқашан қуанып жүремін. Жеке бір айтыңыз бір қуанышыңызды. Енді қуаныштар көп қой қазір таңда. Шыны керек, мына жақын арада өзіміздің Гаухар Әлімбегі жерлесім Жетісайдық жерлесім өзіміз әпкеміз, әпшеміз ғой. Сол кісінің басына осындай душар бір сынақ түскен кезде қатты қайғырған болды. Мен іштей кәдімгідей өкініш болды, қайғырып кішкене. Өйткені ол әпкемен қатты сырласатын, әпкемен көп сөйлесіп тұратын бар еді. Бір-екі күн бұрын сөйлесіп, 2 күннен кейін осындай жағдайды естіген кезде мен қатты, шыны керек, кішкене көңілім бәсеңсіп қалды. Содан кейін барлығымыз атсалысып, өнердегі барлық жанашырлар барлығымыз атсалысып кіріскен кезде, бостандыққа шыққан кезде мен көңілім қайта орнына келді десем болады. Бір қуанышым қазіргі таңда осы деп айтсам болады өнер жолында. Ал өмірдегі барлық ата-анам, барлық бауырларымның жүріс-тұрысының бәрі қуаныш десем де болады. Әр күнім таңда тұрып көзімді ашқанның өзі бір қуаныш қой. Мұхтар Ханзада хит болғалы дұшпаныңыз бар ма? Енді өзім шыны керек, менде дос көп, Аллаға шүкір. Ешкіммен ұрыс кесіп, біреудің сыртынан әңгіме айту деген менде жоқ. Сондықтан да мен достарым көп деп айтсам да болады. Ешкіммен ұрыспаймын, ешкіммен теке тіресіп, ешкіммен қарсыласпаймын. Сондықтан да бір ондай нәрсе жоқ деп ойлаймын бойымда. Бір күнде көп айтатын сөзіңіз, жиі қолданатын сөзіңіз, барлық жерде қай сөзді көп айтасыз? Шыны керек, тек айтып жүретін сөзім, әр сөзім: «Я Алла, күнәмізді кешір, әр ісімізге жақсылық бер, өзің жар бола көр» деп Алла қаласа деген сөзді көп айтамын. Барлық жұмысыма, ісіме. Біреумен амандассам да, Алла қаласа бәрі жақсы. Ассаламағалейкум. Біздің сөз, қазақтың сөзі ғой енді бұл. Бізбен хал сұрасқан, бір-бірімізге сәлемімізді, бір-бірімізге жақсылық тілеп отырған сөз. Бұл жақсы сөздердің бірі сол. 2019 жыл Мұхтар Ханзада несімен таңғалдырады? Қандай шок қылатын жаңалық бар? Енді шыны керек, 2018-де мен шаршамай деп бүкіл Қазақстанды шаршамайға шақырып, шаршамаңыздар деп. Шаршатпадыңыз? Иә, шаршатпай шыны керек бастадым. Сол әнім 2019-да қатты өзі күшіне енген сияқты. Себебі былтыр оңтүстікте ғана шырқалса бұл әндер, қазір бүкіл Қазақстанда, батыстан, солтүстіктен, шығыстан көптеген сұраныстар, көптеген жаңа концертке келіңізші бізге деген сұраныстар көбейіп кетті. Сол шаршамайын биылса 2019-да шаршатпауға әлі бір өмір бойы менің бұл әрбір жеке әншінің жеке паспорты ғой. Мен жеке паспорт шаршамай деген әнім шыққаным өте қуаныштымын. Бұйырса тағы да бұдан да күшті әндерді шығаруға мен сөз беремін. Жеке концерт жоспарда бар ма биылға? Жеке концерт бұйырса ақылдасып, өзіміздің командамыз, продюсеріміз ақылдасып бойынша қазір таңда әндерді жазып жатырмыз. Қазір репертуарда 10-нан аса ән бар. Оның ішінде тағы да бір, енді жеке концерт беру оңай нәрсе емес. Қазір таңда оңай нәрсе болып кетті ғой. Көпшілік үшінші
бәрі жеке концерт беріп кететіндей бір сондай. Бұл нәрсені негізі кішкене еңбектеніп, қазақ халқына еңбегін сіңіртіп, барлығын көрсетіп, еңбегіңді ақтап барғаннан кейін барып берсең, бұл өте бір жаңағыдай бағалы дүниялы нәрсе да. Бұл өзіңнің өмірлік неңді бір халыққа паш ету, өнеріңді да. Сондықтан да шыны керек әлі 1-2 жылдай жұмыс жасау керек сияқты. 1-2 жыл уақыт. Бірақ енді продюсерім айтуынша биыл жасайық деп қатты атсалысып жатырмыз. Алла бұйырса, Алла сәтін салсын. Сұхбат ұнады ма? Сұхбат өте керемет. Бауырым саған да өте сен ризамын, әдемі сұрақтарыңа, әдемі жауап қайтарды деген үміттемін енді. Сондай ойдамын. Ұстаздарыңыз жайлы айтып өтіңізші. Ұстаз кім сізде? Енді өмірлік ұстазым өзім әкем мен анам. Шыны керек әкем барлық нәрсемді айтады ғой. Әкенің тәрбиесін қанша мектепте, қанша ұстазда бере алмайды да. Сондықтан өмірлік ұстазым әкем деп айтамын. Өнердегі ұстаздарым өзім осы Мұзарт ағаларым, жігіттер, шыны керек, ішіндегі Айдар Тұрғанбек, менің ағалық қатты көмегін беріп, ағалық ақыл айтып жүрген Жұбаныш ағам бар өзіміздің. Сол кісілерден өзім қателіктерім болса, сол кісілерден өнер жолындағы қателіктер болса, сол кісілерден ақылдасып отырып сұрасып аламын. Қасымдағы достарымның өзім ақылдасатын достар ғой, наға жанашыр достарым. Жалпы сіздің шығармашылығыңызға біз сәтін салсын дейміз. Берекесін берсін, алдағы жоспарларыңызға Алла сәтін салсын. Жалпы оңтүстік көрерменіне деген бір сәлемдемеңіз. Оңтүстік көрермендерге шын жүректен біздің оңтүстігіміздің біздің халық шыны керек ешқандай бөлінбейміз ғой, бәріміз бір қазақтың баласымыз. Сіздерге тек жақсылық тілеймін, аман болыңыздар, шаршамаңыздар, талмаңыздар. Менен ыстық сәлем болсын, барлықтарыңызға амандық тілеймін. Бастарыңызда, отбасыларыңызда тыныштық болсын, береке болсын. Өмір жастарыңыз ұзақ болып, жүздеріңіз нұрлы болып жүре берсін. Сұхбат тайм бағдарламасының кезекті санында қонақта болған әнші Мұхтар Ханзада. Шаршамаймыз, шаршатпаймыз. Мұхтар Ханзада сіздер шаршатпасын, әр күндеріңіз көрікті, нұрлы болсын. Сұхбат тайм, қоштаспаймыз. Шаршамаймыз.